Сәлем достар, сіздермен бірге Қарлығаш Сапаралықызы. Бүгінгі жасайтынымыз шоколадный папа торт. Алдымен 100 грамм кефирді салып, үстіне жарты қасық пищевая сода қосамыз. Көпіргенше араластырып, сосын бір жұмыртқа саламыз. Папа ұн қосамыз. Менде жженая мука. 10 грамм какао және разрыхитель қосамыз. Жарты қасық. Барлығын бір қалыпты болғанша жақсылап араластырамыз. Мен вафельницаға жасадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша пешке немесе табаға жасауларыңызға болады. Өте әдемі болып шығады. Мен 2-ге бөліп жасадым. Сіздер бөлмей бір тесто шығарып, соны 4-ке бөліп жасасаңыздар да болады. Креміне 15% қаймаққа сахар заменитель қоссаңыздар болады, қалауларыңызға қарай. Қаймақты осылай араларына барлығына жақсылап жағып шығып, 10 грамм қара шоколадты ерітіп, үстіне әдемдеп безендіру үшін жақсаңыздар болады мен сияқты. Сәндік үшін мен жаңғақ қостым бетіне. Өте дәмді болды. Холодильникте 1 сағат ұстасаңыздар, кремі сіңіп өте жұмсақ болады. Дәмі деген өте керемет, ас болсын. Менімен бірге дұрыс азғыларыңыз келсе, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда өте керемет рецепттер болады.